Біз осындай әдемі резинка тоқу үшін бізге қажетті құралдар. Бізге бұл резинканы тоқу үшін жіп керек, ине жіп керек, резинка керек және қайшы керек. Енді бастаймыз. Ол үшін бастау үшін бас жағын түйіп аламыз. Және 2,5 мм крючок алдым мен. Бас жағын іліп аламыз. Және мына сызықты бүйтіп тартамыз. Осы боймен 53 торкөз тоқимыз. Воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biz 50, 51, 52, 53. 53 осындай цепочка тоқып аламыз. Торкөз. Енді жоғары қарай 3 петля көтереміз. 1, 2, 3. Енді накид іліп аламыз. Мынау 53-ші торкөзге емес, оның алдыңғы торкөзге тоқимыз. Накидпен. 1, 2. Воздушная петля. Қайтадан накид іліп аламыз. Дәл осы торкөзге екінші тоқыманы тоқимыз. 1, 2. Және 1 воздушная петля. Келесі тоқыманы біз бір торкөз тасып кетіп, екінші торкөзге тоқимыз. Дәл осындай тоқымамен бір накид іліп аламыз. Екінші бір торкөз тасып кетемізді, келесі торкөзге мені тоқимыз. Бір накид іліп алдық. Мені. Біреу және екінші воздушная петля. Бір накид іліп аламыз. Дәл осы торкөзге тағы да бір тоқыма тоқимыз. Біреу, екеу. Бір воздушная петля. Келесі мынау бөлікке торкөзге тоқымаймыз, ол торкөз тасып кетеміз. Келесі торкөзге тағы да дәл осы бірінші тоққанды. Келесі видеомызды жалғастырамыз. Бір накид іліп аламыз. Мына ортаңғы петляға тиіспейміз. Келесі петляға накидпен 2 накид тоқып шығамыз. Бір неден, торкөзден. Біреу, екеу. Келесі мынаған тиіспейміз. Келесі чередовать етіп, соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Міне біз соңғы петляға келдік. Бұғанда біз 2 накидпен тоқыма тоқып өтеміз. Енді жоғары қарай 3 петля тоқимыз. Былай қарай аударамыз. Дәл осы петляның ішіне, тоқыманың торкөзінің ішіне, дәл алдындағы да 2 накидпен тоқыма тоқып өтеміз. Міне. Бір тоқыма, воздушная петля, екінші накид іліп аламыз. Және міне, бір воздушная петля. Мынау торкөзді тастап кетеміз. Екінші торкөзге тағы да накидпен 2 тоқыма тоқып өтеміз. Біреу,
іліп аламыз. 2, 1 воздушный петля. Келесі торкөзге тоқымаймыз. Мынаған дәл бірінші, екіншідегідей міне. Біреу және екеу. 1 воздушный петля. Келесі мынау торкөзге тоқымаймыз. Крючокқа бір нені айналдырып аламыз. Накидті. Міне. Біреу, екеу. Арасына 1 воздушный петля жібересіздер. Келесін дәл осы торкөздің ішіне тоқисыздар. 2 воздушный петля. Мына торкөзді тастап кетеміз және мынаған тоқимыз. Соңына дейін осылай тоқисыздар. Міне біз соңғы бөлімге келдік. Жоғары қарай 2 петля көтереміз және былай қарай аударамыз. Енді бізде соңғы тоқыма. Мынау тоқыманың ішіне 6 накидпен тоқыма тоқып өтеміз. 1, 2, 3, 4, 5, міне 6. Енді мынау воздушный, мына жерде бір торкөз бар ғой бізде. Соған тек қана бір ғана воздушный петляны іліп алып тоқимыз жай тоқымамен. Келесі мынау торкөздің ішіне тағы да 6 тоқыма тоқып шығамыз накидпен. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Мынау торкөзге тек қана жай ғана іліп алып тоқып шығамыз. Міне сонда бізде мынандай гүл пайда болады. Келесі накидпен 6 тоқыма тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына торкөзді тек қана жай ғана воздушный петлямен іліп алып тоқимыз. Міне. Ары қарай соңына дейін осылай тоқып өтеміз. Міне біз соңғы петляға келдік. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу және соңғысы 6. Соңғы неге бір воздушный петлямен бекітеміз. Міне тағы тоқимыз. Міне бітті. Кішкене бөлім қайшымен кесеміз. Енді мынау артығын біз ішіне қарай кіргізіп жасырып қоямыз. Негізі түбінен кесіп тастады ғой, бірақ сөгіліп кететін сияқты ма. Сондықтан мен осылай ішіне қарай кіргізіп жасырып қоямын.
артығын кесіп тастасаңыз да болады. Бағана бірінші бастаған жіпті де жартылай жасырып қоямыз. Өйткені түбінен кеспесек сөгіліп кететін сияқты. Резинка болғандықтан ол ары бері шашқа тағылады, тартылады, сол үшін ол сөгіліп кетеді. Сондықтан осылай астына қарай жасырып қойыңыздар. Артығын Енді бізге келесі кезекте, міне бізде мынандай узор пайда болды. Енді біз осыны как не ретінде жинастырамыз, сборка жасаймыз. Мына басынан бастаймыз. Біз қыздың не жіп дайындап алдым мен. Енді міне басын осылай бұрап, әдемілеп бір келкі қылып жинаймыз. Осылай қылып жинасаңыз да болады, және жалпақ қылып алсаңыздар да болады. Көрдіңіздер ме, қандай әдемі болып шықты, я? Астынан қарағанда мынандай болып шықты. Енді біз осыны жинастырып, сөгіліп кетпес үшін тігіп аламыз. Дәл ортасынан аламыз, астына қарай жібереміз. Қайтадан осының астына кіргіземіз. Бір келкі алып, әдемі қылып, сөгіліп кетпейтіндей етіп тігесіздер. Енді дәл осының астына біз резинка тігеміз, шашқа тағатын. Болмаса ободокқа жапсырып қойсаңыздар да болады. Көрдіңіздер ме? Енді менде қызыл резинка болмады, сондықтан ақ резинкаға осылайынан бекітемін. Міне біз резинканы осылайынан тігіп аламыз. Менің видеом пайдалы болса, подписки бөліміне өтіп, лайк, комментарий қалдыруларыңызды өтінемін.